Сәлем достар. Бүгін суббота. Яғни демалыс. 3-ші тоқсан бітті. 4-ші тоқсан басталуына аз қалды. Бүгін суббота 27-сі. Наурыз 31-не бітеді. Енді 4-ші тоқсан басталуына 4-ақ күн қалды достар. Енді сол 4 күнді жақсылап өткізейік. От души. Бұндай демалыс бұдан кейін 2 айдан кейін болады. Ол дегеніміз 61 күн. Достар, ойлап қараңыздар. Демалысымен бүкілмен қосып есептегеніңізде 61 күн. Сондықтан демалысты жақсы өткізіңіздер.